Нельсон Пике Соутомайер бразилиялык автошабандоз, Формула 1 санатында 3 мәрте әлем чемпионы. Әкесі ұлының автожарыстармен әуестенуіне қарсы болған, ұлының теннисші болуын қалаған, алайда әкесінің қарсылығына қарамастан, Нельсон бәрібір автошабандоз мансабын таңдаған. Сол себепті жас шағында оны танып қоймау үшін сәл өзгертіп анасының тегін қолданып жүрген. Пикет орнына Пикет болып. Формула 1 санатындағы автожарыстар бойынша әлем чемпионатына 14 маусым қатарынан қатысқан. 7 жылда 3 мәрте әлем чемпионы атанған, ол қазіргі заманның ең табысты шабандоздарының бірі. 3 мәрте чемпион атағынан өзге Нельсон 1 мәрте, 2 және 2 мәрте 3 әлем чемпионы болған. Нельсон Пикенің ұлы Нельсиньо Пике әкесінің ізін басып автошабандоз болған. 2004 жылы кіші Пике британдық Формула 3 чемпионатын ұтып, 19 жасында тарихтағы ең жас чемпион атанған.